Жыл сайын тамыз айының екінші жексенбісінде Қазақстанда құрылысшылар күні аталып өтеді. Бұл мерекенің тарихы кеңестік кезеңнен бастау алды. 1955 жылы КСРО жоғарғы кеңесі президиумының жарлығымен құрылыс саласы қызметкерлерінің кәсіби мерекесі бекітілді. Осылайша мемлекет Ұлы Отан соғысынан кейін қираған елді қалпына келтіруге, жаңа қалалар мен елді мекендер тұрғызуға, өнеркәсіп орындары мен әлеуметтік нысандар салуға өлшеусіз үлес қосқан құрылысшылардың еңбегіне құрмет көрсетті. Сол кезең тарихта құрылыс қарқынының дәуірі ретінде қалды. Ел көлемінде тұрғын үйлер, зауыттар, фабрикалар, өндірістік кешендер және түрлі инфрақұрылым нысандары қарқынды бой көтерді. Құрылысшылар өздерінің кәсіби мерекесін алғаш рет 1956 жылдың тамыз айында атап өтті. Тамыздың екінші жексенбісінде бұл мерекені атап өту дәстүрі посткеңестік кеңістіктегі көптеген мемлекеттерде сақталып қалды. Қазақстан да осы игі дәстүрді жалғастырып келеді. Тәуелсіз Қазақстанда құрылысшылар күнінің мәртебесі 1998 жылы Қазақстан Республикасы президентінің жарлығымен қайта бекітілді. Ал 2003 жылдың қараша айында бұл мереке Қазақстан Республикасындағы кәсіби және өзге де мерекелердің ресми тізбесіне енгізілді. Тәуелсіздіктің алғашқы жылдары 1993 жылы құрылыс саласы үшін оңай болған жоқ. Нарықтық экономика көшу кезінде бұрынғы құрылыс кәсіпорындарын жаңғырту, заманауи технологияға енсу қажеттілігі туындады. Соған қарамастан қазақстандық құрылысшылар бұл қиындықтарды еңсеріп, саланың жаңа даму кезеңіне жол ашты. Бүгінде елімізде тұрғын үйлер, мектептер, балабақшалар, стадиондар, ауруханалар және басқа да әлеуметтік инфрақұрылым нысандары кең көлемде салынып жатыр. Сонымен қатар халықты қолжетімді тұрғын үймен қамтамасыз етуге бағытталған мемлекеттік бағдарламалар жүзеге асырылып, азаматтардың өмір сапасын арттыруға арналған ауқымды жобалар іске асырылуда. Жарқайың ауданында да тәуелсіздік жылдары білім беру мен денсаулық сақтау саласының жаңа нысандарын пайдалануға берілді. 1990 жылдары қираған жастар шағын аудандағы 8 көпқабатты тұрғын үй толық қайта жаңғыртылды. Бүгінде бұл пәтерлер жас мамандарға, тұрғын үй кезегінде тұрған азаматтарға және әлеуметтік жағынан осал санаттағы тұрғындарға берілуде.
Тұрғын үйлерді қалпына келтіру жұмыстары жалғасып келеді. 2024 жылы көктемде алапат су тасқынынан кейін пригородный ауылының баспанасынан айырылғанда тұрғындар үшін 15 екі пәтерлі тұрғын үй салынды. Сонымен қатар аудан орталығын жаңа су тазарту станциясы пайдалануға берілді. Алдағы уақытта жүзу бассейн салу жоспарлануда. Ауданда инженерлік инфрақұрылымды жаңарту жұмыстары да жүйелі түрде жүргізілуде. Су, жылу және электрмен қамту жүйелері кезең-кезеңмен жаңғыртылып, коммуналдық қызметтердің сапасы мен сенімділігі артып келеді. Дәстүр бойынша құрылысшылар күні қарсаңында саланың ардагерлері мен үздік мамандарын ұлықтауға арналған салтанатты іс-шаралар өткізіледі. Құрылыс компаниялары мен еңбек озаттары мемлекеттік және ведомстволық марапаттарға ие болады. Солардың бірі құрметті құрылысшы төсбелгісі. Көп жағдайда дәл осы мереке қарсаңында жаңа мектептер, балабақшалар, тұрғын үйлер жанында басқа да әлеуметтік нысандар пайдалануға беріледі. Соңғы жылдары қоныс тойын тойлап жатқан тұрғындарға жаңа пәтер кілттерін салтанатты түрде табыстау рәсімі дәстүрге айналып, мерекенің мәнін одан да әрі айшықтай түсуде. Мерекелік шаралар көбіне шығармашылық ұжымдар мен өнерпаздардың қатысуымен өтетін концерттік бағдарламалармен қорытындыланады. Сонымен қатар құрылыс монтаж ұйымдарында, жобалау институттарында және құрылыс кәсіпорындарында кәсіби шеберлік байқаулары ұйымдастырылып, жас мамандар өз қабілеттерін көрсете, тәжірибелі құрылысшылар өз білімдерімен бөліседі. Мұндай бастамалар ұрпақтар сабақтастығын нығайтып, құрылысшы мамандығының беделін арттыруға ықпал етеді. Құрылыс индустриясы елдің әлеуметтік әл-ауқаты мен экономикалық әлеуетінің маңызды тірегі. Бұл сала ұлттық даму мақсаттарына қол жеткізуде шешуші рөл атқарады. Құрылыс саласында ашылған бір жұмыс орны құрылыс материалдарын өндіру, көлік логистика, жобалау және басқа да сабақтас салаларда бірнеше жаңа жұмыс орнының құрылуына ықпал етеді. Құрылысшы адамзат тарихына ең көне әрі ең қажетті мамандықтардың бірі. Бүгінде құрылыс саласы үздіксіз дамып, ғылым мен техниканың озық жетістіктерін кеңінен енгізуде. Цифрлық технологияларды пайдалану құрылыс мерзімін қысқартып, шығындарды оңтайландыруға, сондай жобалардың ашықтығы мен тиімділігін арттыруға мүмкіндік беріп отыр. Жыл сайын Қазақстанда құрылысшылар күні аталып өтіп, ел игілігі үшін аянбай еңбек етіп жүрген сала мамандарына құрмет көрсетіледі. Бұл күн демалыс күні болып саналмағанымен, құрылыс саласында еңбек ететін әріптестерді, туған туыстар және барша мамандарды құттықтап, олардың еңбегіне алғыс білдіруге тамаша мүмкіндік береді. Өйткені олардың күнделікті еңбегі еліміздің жарқын болашағына, тұрғындардың жайлы өміріне және келер ұрпақтың игілігіне қосылған баға жетпес үлес.